аша күнделікті тұрмыста күйеуімен ұрыспайтын әйел кемде кем. Біреусі жұмыстан неге кеш келдің десе, екіншісі неге достарыңмен көп қыдырасың деп айғай-шу шығарып жатады. Шынар апай, дұрыс айтасыз. Ұрысудың себептері көп қой. Ең бастысы ұрсыспаудың амалын табу. Дұрыс айтасың. Олай болса бүгін шаңырақ айдарында күйеуіңмен ұрысқанда әйелдің жіберетін 5 қателігін айтып, мамандардың кеңесін тыңдайық. Олай болса студиямызға қонақтарымызды шақырайық. Домбырашы Еркін Құдайбергенов, сүйікті жары Ақбота Қонысовамен. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Студиямыздың келесі қонағымен де таныс болыңыздар. Психолог Зүбайда Кененбаева. Саламатсыздар, қош келдіңіз. Ал Еркін, жалпы әйел заты күйеуімен ұрысқан кезде қандай қателіктерді жібереді? Қателік көп қой. Мысалы? Бұл жерде енді еркек кінәлі болмаса, әйел кінәлі деп те айта алмаймыз. Екеуінің де әйтеуір бір минустары болады. Нақты жіберетін қателігін айтсаңыз. Әйел затының. Ұрысу, жылау, немесе кемсіту, қандай Енді қателік? ол тәрбиеге байланысты деп ойлаймын. 5 минут кешігіп қалса, тағы да бір нәрсе болып қалды деген сияқты. О жағынан енді мен кепіл бере алмаймын. Әйел былай істеу керек болмаса, былай істеу керек деп енді оны уақыт сарыптайды ғой өзі. Не дегенмен өзіміз тәрбиелеу керекпіз. Ақбота, сіз қалай ойлайсыз? Жалпы қыз келіншектер жолдастарымен ұрысқан кезде қандай қателіктерді жібереді? Жаңа айтып кетті ғой, екі жақтан да болуы мүмкін. Оны өзіміз түсінбей қаламыз кейбір кездерде. Бірақ қыздар тарапынан айтамыз бүгін. Қыздар тарапынан шыдамсыздық жағынан шығар. Бәрі керек болып тұрады ғой бізге. Қызғаныш ол. Қызғаныш. Оның да бір шегі бар. Қызғанған дұрыс. Енді қызғанбаса ол қалай жанұя болады? Қызғану керек. Негізі ол сол бір болмайтын бір істен шығады ғой негізі. Жаңағындай сабырсыздық қой. Негізі. Олай болса, қазір мен сіздермен кішігірім ойын ойнағым кеп тұр. Сол ойынның қазір ережесін түсіндірем. Сонымен таныс боласыздар. Ары қарай ойынды жалғастыратын боламыз. Олай болса, мына жаққа шығайық. Ойынның шарты былай. Қазір мен сіздерге түсіндіріп кетейін. Еркін кеше достарымен қыдырып кетті, таңертең келіп тұр. Мысалы. Келді, келсе де апыл-ғұпыл жұмысқа кетті. Ал күні бойы сен үйде отырсың. Бұл келесі алды да жуынып шайын жұмысқа кетіп қалды. Сен күні бойы ішіңе сыймай барады, ананың бәрі қайнап отыр, күтіп отырсың. Қандай көңіл күйдесің? Мүмкін емін еркін отырған шығарсың. Тамақты әзірлеп қойдың, енді сен әйелсің ғой. Бәрін жасауың керек үйдің тірлігін. Ал Еркін қарны ашып келді үйге. Сол кезде сіз қалай қарсы аласыз, қалай айтасыз, кешегі өкпені жеткізуіңіз керек. Қалай жеткізесіз? Ал, дайын болсаңыздар. Ал, жан, тамақ қайда? Тамақ жоқ. Өйткені мен сені қашан көтетінді, қашан келетінді сен білмеймін. Мен уақытым жоқ, қазір жұмысқа бару керек. Кеше мен дайындадым. Кішкене тамақтарды дайындап қойсашы. Кеше дайындадым, сен болмадың, енді не істеймін? Мен болмасам да білесің ғой. Қайтадан жолдастан тамақ беріп жүретін шығар деп ойладым. Енді істейміз енді. Бір нәрсе қылып енді тамақ дайындайық енді. Дайындап ал өзім. Мен кеше дайындап сені күтіп отырған кезде сен өзің келмедің. Күнде шығып жүрген жоқпын. Арасында балалармен бір шығып келсем болмай. Мен де шықпай бала қарап отырмын үйде. Не болады екен? Так десе, болмай қалады. Түсінікті. Ал осы жағдайға байланысты Зүбайда ханым, сіз не айтасыз? Тоқ еркек ол өте көңіл күйі жақсы, момын, бос айтты. Қарын тойған кезде адам Ақбота дұрыс істеді ме? Сондықтан да Ақбота сіңіліме айтатыным, бірінші тамақтандырып алу керек та, бір ауыз сөз айтпай. Сонымен көрсеткім келді, енді бұл жас семья ғой. Мен екінші рет толықсыған, мен сияқты бір 10 жылды артқа тастаған кезде басқаша сөйлейтін едің. Еркектің қарны той босап, сөйтіп жағдайы болып отырғаннан кейін, еркелеп қана сен кеше қайда болды, мен сені күттім, сөйттім, бүйттім деген кезінде, еркек өзі кінәлі есептейді, содан кейін әйелінің жағдайын жасап, жуып, шайып, не сұраса да, қалай айтса да, соның бәріне көніп кетеді. Табуының жолдарын іздейсіз, иә? Әйелі еркегінің емес. Бұл жерде еркегі әйелінің көңілін табуға кетіп қалады. Бәрекелді. Тағы да бір келесі ойын шартымен, ережесімен танысып болыңыздар. Сіз екеуіңіз бір жерге қонаққа бардыңыздар. Қонақта отырсыздар. Сіздің жолдасыңыз құрбыларынан ажырасысы келмейді. Отыр, қайтқысы келмейді үйге. Сізге таңертең ерте жұмысқа бару керек. Ұйқыны қандыру керек. Үйге қайтып әйелді алып кетуіңіз керек. Болды.
Ал соны жасап беріңіз. Ақбота, сіз қайтпауға тырысыңыз. Сіз Жаным. алып қайтуға тырысыңыз. Үйге қайтайық енді. Кішігірім отыра тұрайық, әр кезде кездеспеймін ғой. Жаңа ғана кездесіп, кішкене 1-2 сағат отырайық. Айфоныңды алып бердім, айпадыңды алып бердім. Не көрдің енді? Отырып, бағандан бері 2 сағат болды ғой отырғанымда. Жүр. Давай, көп сөйлеме. Жоқ, кішкене. Енді бәрінің күйеуі отыр. Жүр. Болды. Бәрекелді. Ұстаз Зубайда ханым. Еркін дұрыс жасады ма, дұрыс шешім қабылдады ма? Егерде бұл семьяда солай шешім қабылдап, одан кейін барып жұбайы үндемей қалатын болса, Иә, Ақботаның келісімісіз алып кетті. үйге барғаннан кейін жұбайы үндемей қалатын болса, онда мүмкін дұрыс шығар. Бірақ көбінесе бұндай жерлерде кекілжің туындап отырады. Неліктен? Өйткені біреу отырғысы келеді, екіншісі алып қайтқысы келеді. Бұл жерде келісу керек. Жарайды. Сен кішкене отыра тұр, онда жарты сағат саған мүмкіндік берем. Жарты сағатта сенен сөйлесіп, тез бол, содан кейін қайтамыз дейді. Екінші рет келген кезде жүр айналайын, болды, кеттік демейді. Жарты сағатын өтті, сен маған уәде бердің ғой деген кезінде Жарайды, келісе салғың келеді. амалы жоқ, екіншісі шығады. Бәрекелді. Тамаша. Келесі ойынымыз мынандай. Еркін Ақботаға жаңадан көлік сатып алып берді. Бірақ Ақботаның көлігі бұрын болған, гаражда тұр. Аузыңызға Себебі алмай. оны Құдай сақтасын, ол соғып алған, оны айдауға болмайды, ол жарамсыз. Ал жаңа көлікті алып, түнделетіп, құрбыларына көрсету керек қой. Барғысы келіп тұр құрбыларына. Сен айтасың, сенің көзің түнде көрмейді ғой, сен қалай барасың? Сол кездегі шешім қалай, бір-біріңді тоқтатасыңдар, болмаса сен қалай күйеуіңнен сытылып шығасың. Ал кеттік, дайын болсақ. Жан, мен қыздарыма барып келейін. Жаңа көлігін көрсетіп келейін. Олар қалада күтіп жатыр мені. Көрсеткім келеді. Сенің берген сыйыңды маған. Сосын. Олар сүйінші бере ме екен? Енді сүйінші де емес қой мәселе. Көрсеткім келеді, барып келейін, айдағым кеп тұр соған, отырғым кеп тұр соған. Ана ескі көлік не істейсің? Ескі көлік тұра берсін. Жаңаны не үшін маған сыйладың? Енді мен көрсетейін да Енді жаңағы қыздарыма. сағат 11 болды. Мен 1 сағатқа Ойласа барып енді мына үйде келейінші. кішкентай балам не істейміз? Мен жалғыз өзім. Онда ертең барам. Сенің зрениең не болды? Очкең жоқ, сынып Енді қалды. ладно, онда болса жақсы, бүгін бармай-ақ қояйын, онда ертең барайын. Болды, сөйтейік, ертең таңертең хабарласасың, сосын айтасың. Хорошо. Көндірді. Қайтсе де күйеуі көндіреді екен Ақботаны. Иә, Зубайда Еркін ханым. деген бүйтіп қатып қалған күйеу. Ой, мынандай күйеуден деген қуып шығу деген қиын ғой. Памятник қою керек қой, тәте, сол. Тамаша. Бұл отбасында шынымен барлығы ер азаматтың екені қолында, көрініп сондықтан да бұл көрініп тұр. Бұл жерде біріншіден кінәлап та тұр, екіншіден жаңағы қамқорлығында көрсетіп тұр да. Иә, Сондықтан да бұл жерде ұрыс шыға ма, шықпай ма бірталай. Бірақ бұндай кездерде ұрыстар шығуы мүмкін. Бұл жерде сен соқырсың, сен ана машинаны құртқансың деген өкпелер болуы мүмкін. Сондықтан да ерлі зайыптыларға айтатын кеңесім, еш уақытта өтіп кеткен затты айтпау керек. Еске түсірмеу керек. Еске түсірмеу керек. Өйткені мен ойлаймын, сол машинаны шағып келген кезде ұрыс керіс болды. Соны жабылы қазан жабылып, сол ұмытылу керек. Болған іс болды. Болған іс болды. Егерде адам оны еске түсіріп отырса, онда ол адам екінші адамды кешірмеген деген сөз да. Бұл жерде енді еске түсірген жоқ, мүмкін бәрін кешірілген шығар. Иә. Келесі ойынның шартымен таныс болыңыздар. Сіздер бір шаңырақтың астында ата-аналарыңызбен бірге тұрасыз. Сіз енеңізбен жақсы қарым-қатынаста емессіз. Сондықтан сіз ол үйден бөлініп шыққыңыз келеді, бөлек. Сіз енді өзіңіздің ата-анаңызды тастап кеткіңіз келмейді, сондықтан сол шаңырақта қалғыңыз келеді. Бірақ сіз қайтсеңізді күйеуіңізді алып бөлек шығуыңыз керек. Бірақ келісе салмаңыздар жаңағындай. Ал, дайын болсақ. Бастайық. Жаным, бөлек тұрайықшы. Иә, әке-шешеме кім қарайды? Шаршадым бәрі. Әке-шешеме кім қарайды енді? Енді әлі жас қой олар. Уақыт өте келеріміз қастарына. Жас біз екеуміз жанұямыз 2 жыл бар, болды саған айтып келе достарымыз жатқаным. бар, Әкем, қыдырғымыз әке-шешем келеді. әне үйде. Біз кетіп қалсақ жалғыз өздері қалады. Не істейміз енді? Ертең уақыт өте кен ұяламыз, бала-шағамыз көбейеді, сонда ата-әжесін қарайды, біз де қолына барамыз. Барамыз. 1-2 жылда өзіміз көшеміз. 1-2 жылда Алла қаласа көбейсе болды ғой енді. Қазір қасында жүре тұрайық кішкене. Оларға да жақсы. Кішкене шешем әне аяғын жылы суға салып отырса, сен де былай бір жағына былай шықсайшы енді, ары бері жаңағындай. Енді жас кезде құлағым бұлттанып кететін болды уже. Мен ондай болса өзім көшем. Көшсең. Ұрсамайын. Иә, Зубайда ханым.
бұл жерде бір айтып кететін жағдай бар. Бұндай мәселелер қазіргі жас отбасында жиі кездеседі. Оның үстінде бұл жерде тек еркектің ғана анасы емес, әйелдің де анасы кірісіп жатады. Да? Бұндай кезде шыны керек еркектің құлағына алтын сырға, өйткені еркек үйленгеннен кейін ол өзінің отбасына жауапкершілігін алып отыр, және де оның отбасы, оның семьясы өзінің әйелі мен өзінің бала шағасы. Әке шешелеріне екі жас тек көмегін ғана көрсетеді. Сондықтан да бұл жерде бөлек шығам деп отырса, мүмкін бөлек шығу керек, бірақ бұндай кикілжің болып жатқан кезде екі жас отырып ойланып сөйлесу керек. Неге әйелім кетем деп жатыр, а неге мен қаламыз деп отырмын. Әрине әке шешесі өздерінің ақылдарын айтады, көмектерін көрсетеді, бірақ қаншалықты сол айтылған ақылға екеуі жығылып жасайды, екеуі шешу керек. Сонда бұндай кикілжіңдер болмайды. Дұрыс, тамаша. Еркін мен Ақбота бүгін актер болып, өздерінің жанұяларының өмірлерінен үзінді емес бұл. Бұл біздің берген сценарийімізді жақсы орындап берді. Ең басты сыйластық көрініп тұр. Сахнаны ойнап жатса да, ең басты сөзі Ақботаның аузынан шыққан сөзі жаным болды. Маған да мағаны жаным. Ниет түзу болу керек. Құлаққа жағымды естіліп жатыр. Олай болса, бұндай семьяда жандарым. ешуақытта керіс ұрыс болмайды деп ойлаймын да. Ал Еркін, Ақбота, өздерің жас отбасы ретінде не түйдіңдер жаңағы ойындарыңнан? Еркек пен әйел өзінің істеген қателігін мойындау керек. Айтпағанның өзіне де іштей мойындау керек деп ойлаймын. Өйткені көбінесе іштей өзіне алдап жатады. Өзімізге көп алдаймыз, сондықтан өзімізге көп алдамауға тырысайық. Берекелі болады. Ұрыстан, жамандықтан Құдай сақтасын. Дұрыс айтасың. Кейбір жерлерде еркек адамды қолдай білу керек, оны тыңдай білу керек. Сондықтан енді... Оның барлығын миыма құйып алдым дейсің ғой. Жеткізе білу керек екен. Ол жеткізгеніңді басқа біреулерге айтпау керек. Себебі ер азаматтың сағын ол қыздардың алдында түсіруге болмайды. Сабырлық керек. Дұрыс айтасың. Ал Зубайда ханым, енді отбасы болғаннан кейін ұрыс керістер болып тұрады ғой. Сол кезде қандай кеңес бересіз? Отбасында екі адамның арасында кикілжің болғаннан кейін ол әрине екі жақта кінәлі. Қазір мүмкін кейбір әйелдер айтатын шығар да, жоқ, мен бәрін жақсы жасаймын деп. Мейлі 99% еркегі кінәлі болып отырса, 1% әйелі бәрібір кінәлі. Сол 99-ды шығарып алады да, 1%-бен барлығын. Сондықтан да соны ойлану керек. Және де еш уақытта ұрысты елдің көзінше бастамау керек. Екеуінің арасында болу керек. Сондықтан да осы заттардың барлығын әйел адам ойланып отырса, онда мен ойлаймын, отбасы берік болады, жақсы болады, және де еркекті көтеріп, алдыға ұмтылысқа итерілмелеп отыратын әйел. Тамаша. Ал олай болса, бүгінгі студия қонақтарына үлкен рахмет айтамыз. Сіздерге де рахмет, шақырғандарыңызға. Қымбатты қыз-келіншектер, түймедей нәрседен түйедей нәрсені жасап шығарудың қажеті жоқ. Сабыр түбі сары алтын екенін ұмытпай, шыдамдылық таныта білейік. Олай болса, бізде қонақ кәде деген бар. Еркін, сізді бір әудегізбей жібермейміз. Қалай қарайсыз? Жақсы қарайсыз ғой. Жақсы олда. 45 минут сіздермен бірге болған қыздар арасында бағдарламасы келесіде кездескенше аман сау болайық.